Қайырлы күн достар, сіздер мен Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көптен бері хит болған упай тортының рецептімен бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттардың барлығын осы видеоның описаниесіне міндетті түрде жазып қоямын. Ал ендеше ең алдымен бізге керекті заттардың барлығын дайындап аламыз. Ең бірінші жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, қанты ерігенше. Кейін сармай мен шоколадты бірге ертіп аламыз. Ерген шоколадымызды ыстықтай құйып қоймаймыз, кішкене суытып алып, кейіннен құямыз. Бұны да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ заттардың барлығын араластырамыз, ұнды, қопсытқышты және какаоны. Міндетті түрде барлығын електен өткізіп аламыз, 2-3 бөлікке бөліп, кейін миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек, дәл осындай болып шығады, шоколад сияқты. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп алдым, тез-тез пісіп қалады. Дәл осындай формада менде 4 корж шықты. Астына міндетті түрде пергамент қағаз төсеп алып, осылай жағып шығамыз тегіс қылып. Корждарды суытып барып пергамент қағазынан аламыз. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Творожный сыр мен сахарный пудраны миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, салқын сливкиді салып миксердің көмегімен кішкене жылдамдықта бастап, кейіннен жылдамдығын көбейтеміз. Дәл осындай болып шығады, қою болып. Шариктермен осылай шығарамын. Басында жасау қиын болуы мүмкін, кейіннен қолыңыз үйренгеннен кейін оңай болады. Шариктерін жасап болған соң ортасына да крем жағамыз, бірдей қылып, әйтпесем ортасы түсіп кетеді. Дәл осылай жасап, корждардың бәрін жинай береміз. Енді бетіне шоколадын ертіп құямыз. Шоколадты ыстықтай құймау керек.
Егер де ыстықтай құятын болса, кремі еріп кетуі мүмкін. Шоколадын жағып болған соң, холодильникке 5-6 саатқа қойып аламыз. Сонда кремі сіңіп әдемі шығады. Біздің вупи-пай тортымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, дәл осы рецепт бойынша осындай көлемде шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі өте әдемі болады. Тортымыз өте жұмсақ, дәмі де өте дәмді шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бұл рецепт сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер де видео ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Және менің арнама тіркеліп алуды да ұмытпаңыз.